Саламатсыздар ма оқушылар? 10 сынып алгебра 1-7 есеп мәндер жиын таңдар. Бізде біріншісі мен екіншісі сызықтық функция. Яғни сызықтық функция түрінде беріліп тұр. Оның анықтау болса да, мәндері болса да барлық сандар жиналады. Яғни былай деп жазайын, біріншісі бізде мәндері болса табу керек. Оны Е әрпімен белгілейміз. Ол тең барлық сандар жиын дегенде R деп белгілеу болады. Немесе минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін деп те жазуға болады. Шексіздіктен плюс шексіздікке дейін деп жазайын екіншісін. Келесі үшіншісі мен төртіншісі бізде гипербола, оның мәндері болсын былай айтамыз. Пропорцияның қасиеті бойынша y-ті 1,2 минус 6-ға көбейтіп 7-ге теңестіремін. Бұдан x-ті y арқылы өрнектеймін. Бізде жалпы мәндері болса y-тің қабылдайтын мәндері, сондықтан мына y-ті 0-ге тең емес деп аламыз. Себебі санды 0-ге бөлуге болмайды. Бүкіл сан өсінде 0-ден басқа сандардың бәрін қабылдайды. Мәндері болса, сонда минус шексіздіктен 0-ге дейін болады, және 0-ден плюс шексіздікке дейін болады екен мәндері болса. Келесі төртіншісі де дәл сондай, y-ті 4,8 минус 4x-ға көбейтіп, 1-ге теңестіріп, және x-ті y арқылы өрнектеп алайын. Тең минус 1 бөлінген y. Ары қарай өрнектеудің қажеті жоқ. Y тең болмайтын 0-ге деп аламда. Бүкіл сан өсінде 0-ден басқа сандардың бәрін қабылдайды. Минус шексіздіктен 0-ге дейін, және 0-ден плюс шексіздікке дейін болады. 1-8 есеп. Бұл мұнда енді төртеуде парабола, оның мәндері болсын былай айтамыз. X квадрат минус 9x тең y деп екеуінің орнына ауыстырып алайын. Содан кейін x квадрат минус 9x y-ті теңдіктің сол жағын алып келем. Тең 0. Квадрат теңдеу кәдімгі дискриминант табам. 9-дің квадраты 81 азайтылған. Мына минус пен плюс өкіде 4 асы аның мәні 1-ге тең. Сының мәні y. Бізде дискриминант оң сан болғанда және 0-ге тең болған кезде 4 алады. Сондықтан мынаны оң немесе 0-ге тең деп теңсіздік шығарамын. 4y артық немесе тең минус 81, y артық немесе тең минус 81 бөлінген 4. Ол дегеніміз минус 20,4-тен 1 немесе минус 20,25 деп жазсам. Сан үстінде осы минус 20,125-тен 10-ға қарай штрихтаймын. Жауап мәндері болса минус 20,125-тен жақша плюс шексіздікке дейін болады екен мәндері болса. Келесі екіншісін қарастырайын. Олда да дәл сондай бүйтіп жазайын. 3x минус 2x квадрат тең y деп орындарын ауыстырып алайын. Содан кейін реттейміз. Бірінші x квадратты жазамыз. Плюс 3x y-ті теңдіктің сол жағын алып келем. Тең 0. Кәдімгі дискриминант табам. 3-тің квадраты 9, азайтылған мына 3 минус болады. 4 асады. Сонда 9 минус бізде 8y артық немесе тең 0. Минус 8y артық немесе тең минус 9. Теңсіздікті екі жағын минусқа бөлсем, теңсіздік қарама қарсы өзгеріп 9 бөлінген 8. Ол дегеніміз 1,8-ден 1. Сонда жауап мәндері болса, сіз баяғы жаза берейік. Минус шексіздіктен 1,8-ден 1-ге дейін. 3 пен 4-ті былай шығарамыз. Ол да дәл сондай қарастырам. X квадрат минус 7x плюс 12 тең y орындарын ауыстырып аламда. Содан кейін x квадрат минус 7x плюс 12 минус y тең 0. Сының орында бізде мына түгелмен тұр. Дискриминант табам. 7-дің квадраты 49, азайтылған 4 асы болғанда мына 12 минус y болады. Қышамда олайын. 49 минус 4 жақшаның ішіне көйтсем 48 плюс екеуін көйтсем плюс 4y. Ол дегеніміз 1 плюс 4y. Енді 1 плюс 4y-ті артық немесе тең 0. 4y артық немесе тең минус 1-ден. Y артық немесе тең минус 4-тен 1-ден. Сонымен мәндері болса
минус 4-тен 1-ден плюс шексіздікке дейін болады екен. Келесі, мына бізде үшіншісі, енді төртіншісін қарастырам. Онда дәл сондай жазылайын. 30 минус 11x минус x квадрат тең y. Орын реттесем, минус x квадрат минус 11x плюс 30. Y-ті жағына алып келем, тең 0. Сының орнында түгелмен отыр. Бізде дискриминант табылады. 11-дің квадраты 121. Азайтылған мына минуспен плюс 4. Асы болғанда 30 минус y. Жақшаны ашсам 121. Қосылған 120. Минус 4y. 121-ге 120 қоссам 241 минус 4y. 241 минус 4y-ті артық немесе тең 0. Минус 4y артық немесе тең минус 241. Теңсіздік қарама қарсы өзгеріп кетеді. Сонда мынаны бөлсем, бізде 60,25 болады. Сонымен мәндер болса, минус шексіздіктен 60,25-ке дейін жақша.